Қалайсыздар достар? Бәріне салам, сәлем. Сендермен бірге мен Даник, Реал. Чотым, қалайсыңдар? Бүгін достар мен үйде отырып сендерге жалпы осы YouTube каналыма бір влог видео түсірейін деп шештім. Себебі өздерің білесіңдер, біздің елімізде қалаларымызда не отқанын, интернет жоқ, митинг болып бір бәле басталып еді. Ол дейтін достар, қазір осындай ситуация болды. Короче, терроризм, неше түрлі заттар болып отыр. Құдай сақтасын, ешқандай жаман заттар болмай ақ қойсын. Сондықтан достар, лайктар басып, білмеймін, мен мынау видеоны сендер қашан көрсеңдер, жалпы көре аласыңдар ма? Может быть, мен даже бұл видеоны салмаймын. Короче, достар, қазір сағат неше болып жатыр деген сұрақтарым болса, мен қазір 8 январь қаңтар күні 15-тен 47 уақыт кетіп жатқанда видео YouTube влог түсірейін деп шештім. Короче, влог, білмеймін, қызықты қызықсыз болмай ма? Жалпы қазір сендерге интернетсіз өмірімді көрсетем, не болып жатқанын. Мен үйде достар отырмын, анда-санда магазинге, далаға шығамын. Так, полностью үйде. Мен достар қалай уақытымды өткізіп жатырмын деген сұрақтарым болса, қазір сендерге бәрін көрсетемін. Жалпы осындай барлық заттар достар бітсін тезірек. Қаласыңдар лайктарын басыңдар. Интернет беріп бәрі жақсы болып кетеді деп ойлаймыз енді. Все, қазір мен камерамды ауыстырамын и біз влогты жалғастырамыз. 12 seconds later. Негізі достар, мен күніге оянғанда телефонымды тексеремін, интернет бар ма жоқ па деп. Менде мына жақта Wi-Fi-да телефонның сотовый сетті бәрі қосылып тұр. Бірақ өкінішке орай уже 3 күн болды достар. Мен Алматыда тұрамын өзім, және Алматыда уже 3 күн подряд ешқандай интернет сет жоқ. Менің үйімнің арты достар бір көшеге қарайды, айтпаймын, өйткені тауып аларсыз. Короче, менің үйімнің артында машиналар кетіп барды, қараңдар. Короче, негізі машиналар көп жүріп жатыр. Ал мен болсам енді достар үйде қарапайым қазақ болып отырмын, ешқайда шықпай, ештеңе білдірмей. Сағат осындай күніге достар, мен оянам, интернет жоқ. Мынаған мән бермей қойды. Негізі осы жаңа жыл, айтпақшы достар, жаңа жылда мен негізі осы бәлемді ауыстырамын деп жүрген едім. Өзім креслом өткенде қарындар не болған, орындық уже шаршап қалған. Бірақ достар, қазір оны ауыстыратын мүмкіндігі жоқ. Өздерің білесіздер, не болып жатқанын, ешқандай түк интернет жоқ. Зато менің достар телефонымда. Телефонымнан негізі достар, мен қазір компьютерге неше түрлі видео, суреттерді жіберетін боламын. Сендерге көрсем қандай заттар болды. Жалпы біз достар нан алу үшін өзіміздің қаламыздан, Алматыдан 20 километр жүріп, бір Бұрындай деген жерге барып, нан алып, в общем, продукттың бәрін соқтан алдық. Ойлашы, рекорд шығар бұл өмірде. Нан үшін мәшеге отырып 18 километр, почти 20 километр біз жүрдік. 20 километр нан алу үшін қана. Может быть, рекорд или рекорд емес па? Бұл Ақсайынан ол жерде үлкен очередті біз көрдік те, қаладан шығып нан іздектеп шештік. Өйткені мынау очередь өте ұзақ болатын еді. В общем, мен не істеп жатырмын дейсіңдер, руль жалғап қойдым. Компьютерден ешқашан руль кетпейді, өйткені компьютерімде бір ғана ойын бар. Ойындар негізі көп, бірақ кәдімгідей ойнайтындай ең қызығы ол әрине Horizon Forza, потому что руль бар, Forza бар, басқа не істейсің. Так, мынау бізде достар механикамен жүрген мәшіне, сондықтан механика көп. В общем, арасында ауыстырып тұрамын. Ал телефонымнан не істеп жатырмын деген сұрақтар болсын. Өзімнің достар телефонымда негізі менде бір керемет ойын бар. Осындай кім біледі. Мен достар мынау ойынды уже задротить тұрам, бүткіл мәшелерді сатып алдым. Даже Bugatti бар достар, ойнаңдаршы. Еще менде $1 миллион ақша бар. Ешқандай донат түк істеген жоқ достар, просто интернет болмағасын үйде осы ойынды ойнап барлық мәшелер сатып алдым. Так, кімге мынау мәшелер ұнайды? Комментарияға қайсысын таңдайсыздар. Влог түсіру қызық екен. Мынау менің достар негізі компьютеріме де обзор айтып жүрген жоқпын. Микрофоным достар, күніге мен сөйлейтін, күніге біз видео түсіретін микрофонды енді нақа шығарып тастадым. Өкінішке орай, бұрында күніге біз былай салам алейкум, қалайсыздар достар деп сөйлесіп, қазір достар пока что бәрі өшіп тұр. Потому что так, микрофонды былай қойып қойын. Ал мынау болса біздің кнопкамыз. Сәлем, Даник. Ал бұл Samsung'та менде достар бір-ақ ойын бар. Оны тоже кішкене анда-санда ойнадым. В общем, тағы да не айтсам болады. Қазір далаға шығу керек еді негізі, күн батпай тұрғанда
не бар екен көргендей. Мынау достар менің тереземнің қарайтын виді, точнее кухнядағы терезе. Кім менің инстаграмға тіркелген бәрі мынау жерді біледі деп ойлаймын. Бірақ достар ана жақта негізі әдемі таулар бәрі көрінуші еді. Қазір ауа райы өте суық. Блин, мен еще футболкада терезені аштым, достар суық екен. Короче, қараңдар, ауа райы өте жесткий, туман. Уже 2-3 күн туман болды, арасына достар туман кетеді, тау кішкене болсын көрінеді. И в общем, мынау сондай әдемі талдар и тау көрінбейді. Сондай, мен достар қазір деп сөйлеп жатырмын ғой. Мынақта пар негізі, пар, атауы суық. Мінекей достар, мен компьютерді өшіріп, өзімнің курткамды киіп алдым. Қазір мына чувак досымның не істеп жатқанын көріп қайтайық. Далаға шығамыз. Телефонды алып кетейін. Телефон, интернет болмаса да достар негізі бір-екі пайдасы бар. Ойын, связь деген. Все, компьютер пока. 3 hours later. Мінекей достар, мен далаға шықтым. Ана жерде неше түрлі көліктер тұр. Менің машинем болса мына жерде тұр. Барлық машинелер достар уже қозғалмай 2-3 күндей тұр. Көбісінде біздікіндей интернеті жоғау. Так, машинаға келеміз. Сәлем. Масқара достар, машина дейтін мұздай болып тұр. Давайте есік жауа салайын. Есік жауып, қазір кілт салсам руль түседі ғой. Машина достар мені қарсы алып жатыр. Даник қайқа барамыз деп. Бірақ достар, біз мынандай бензинмен еш қайқа барамаймыз. Соңғы бензин достар біз нан алуға жұмсадық, продукты мен нанға қараңдар. Өлі кеше нарығыны 50 километр жүрем деген мәші, қазір достар еш қайқа қозылмай 33 километрге менің бензинім жетеді деп тұр. Масқара. Да, ну радио істеп тұр. Кейбір радиолар істеп тұр. Короче, бір-екі радио достар істемей тұр екен. Жайт мәшин онда кілтін суыра салып. Давай дей салайық онда. Қазір болса қандай? Плюс 0 дейді градус. Значит, бұл нормальный градус деген сөз. Бірақ қараңдар достар, далада ешқандай қарлар еріп жатыр. Болып жүр достар. Қалайсың, братан? Короче, достар, план өзгерді. Менің жездем бір жерде бензин бар деп айтты. Сол үшін достар біз қазір машинамен зытып барып бензин құямыз. Егер де үлгерсек, өйткені үлгеру керек. Потому что бензин достар міне. Бірақ полочка бар. Бензинсіз қазір өмір емес екен. Машинамен ешқайда шығамай қаласың. Өте қиын. Сол үшін біз қазір қалай еді? Ташкентский мотозалка деді. Сол жерге қаратай зыту керекпіз. Қазір менде интернет болмаса да, қазір мен достар интернетсіз жұмыс жасайтын бір не арқылы іздеп көрейін жатырмын. Ол қандай жер екенін. Так, Ташкентский мотозалка. Примерно Алматының осындай бір-екі райондарына бару керек. Бензинді іздеп көреміз. Үйге қайта алмай қалсақ, вот это проблема болады. Сол үшін білмеймін, мәші қазір енді қызып жатыр. Ол қызып үлгере ма? Резерв топлива, сәлем дейді. Проверить дөңгелек тексер дейді. Негізі достар дөңгелектің бәрі нормально сияқты. 2 минут бұрын мен оталдырдым машинанан. Мотор әлі мұздай. Так. И бензин өте аз болып жатыр. Жалпы достар, енді өздерінде комментария жазыңдар. Сендер не істеңдер бұл уақытта? Құдай сақтасын, енді ешкімде ешқандай жамандық болмаған шығар, болмайық та қойсын достар. Бұндай кезде үйде отырған жақсы. Біз достар үйде 4 адам болып отырдық. Мамам, папам, ағам. Біз карта ойнайтынбыз, кәдімгі алтылық па, дурак па сол ойынды. Кейбір карталар жетіспесе де біз карталарды өзгертіп алдық. И сөйтіп ойнадық. Так, тағы да не істедім? Сол Forza Horizon ойнадым компьютерден. Екінші компьютері бар, оқта Microsoft'ың өзінің ойындарын ойнадым. И өзімнің телефонымдағы, папамның телефондағы неше түрлі ойындарды ойнап тастадым. Не істерін білмегендіктен. Сөйтіп бір жақсы тұстар, мен кішкене болсын демалып жатырмын. Түнде мен адам ұқсап сағат 12-лерде ұйықтайтын болам. Бір плюсы сол. Все достар, біз қалаға шықтық. Машина 25 километр жүрем дейді, бірақ ол қазір жаймен көтерілу керек, өйткені машина әлі қызған жоқ. Қалада осылай ситуация. Машина өте аз, артымызда да, алдымызда да адамдар бірақ жүр достар, қыдырғандар да бар. Біз қазір Сайына көшесіне жетіп қалдық. Осы жермен қазір бізге төмен кету керек. Сол жер районда ема достар, қараңдар. Нағыз ема достар бұны. Мәші көп. Мына жақта достар маған бір жақсы жаңалық келіп жатыр. Көп мародерларды ұстапты. Өте көп зат тонаған адамдар. Емақта пробка болды достар. Походу ол жерде адамдар заправкаға келіп тұр. Білмеймін, ол жақтың заправкасы істейді ма, істемейді ма. Мынандай достар запаспен негізі жүру қорқынышты.
Так, мынау біздің достар Сайна көшеміз. Сайнада кәдімгідей өмір жүріп жатыр, машиналар. Полиция достар алдында негізі болмаған, қазір жаймен полицейскийларды жүре бастады. Достар, мына жақта пожарный машина кетіп бара жатыр, қараңдар. Тоже бір вызов келіп бара жатыр. Алдында достар біздің акиматты өртеп жіберді. Осылай пожаркалар кетіп бара жатқандарды пожарный машиналармен де бірге өртеп жіберген. Ол өте сұмдық нәрсе. Реально террористтер сияқты. Өйткені біздің адамдар, қазақтар жай ғана мирный митинг болған сияқты еді ғой, той ма? О, міне полицейскийлар жүр. Қанша? 5 машинада жүр, я? Достар, қараңдар, толып өтті, ана айнада көрдіңіз шығар. 5 машинада өтті. Міне достар, барлық заправка осылай заборды көрсетіп, забор бүткіл жерде жабық деген деп көрсетіп тұр. Тағы полицейлер жүр. Нақты скорая. Жаймен адамдар шығып жатыр, машинелер көп екен. Алдында достар машинелер азырақ болған. 2 күн бұрын продуктыларға барғанда нан алуға, анау. Машина достар мені қызды 42 километр жүре аламын деп тұр. Мынаны қараңдар. Автобусты өртеп жіберген. Айнадан көрсетіп аласың, айнадан көрсетіп. Достар, кәдімгі адамдар жүретін автобус өртеніп жатыр. Бірақ полицейскийлар бізді осып бара жатыр. Достар, қараңдар, полицейскийлар кетіп жатыр, және біз міне келдік заправкамызға. Өте ұзын пробка. Міне достар, үлкен пробка. Және көбісі бүткіл жерде наличкамен қабылдайды ақшаны. Өйткені интернет жоқ. Қазір, кстати, Каспи жұмыс істеді. Интернетсіз төлеуге болатын сияқты. Бітті, бензин бірде-бір палочкасы жоқ, ана қараңдар. Біздің операторымыз мощный. Так, машина қанша километр жүрем дейді? Машина 36 километр жүрем дейді. Бірде-бір таяқшасы жоқ. Мынау достар, Мерседесте айтпақшы не? Рест деген функция бар. Бұл бізді машинамыз өшіп тұрса да жылытады машинаның ішін. Точнее, машина қаншалықты жылды, сол күшін печкаға жібереді. Экономия, бензин, достар, экономия. Достар, менің операторым қазір заправкаға барып біліп келем деді, 1-2 заттарды. Негізі мынау заправкаға Royal Petrolға рахмет. Көбісі істемей жатса да, кейбірлер жұмыс істеп жатыр. Ақтан скорая келіп тұр. Скораяға негізі бензинді сразу беру керек. Өткен оларда достар, вызов өздерін білесіздер. Мынаны қарасыңдар достар. Масканың әлемі. Бізде достар қазір қараңдар, сағат 4:30 болып жатыр. Көреміз қанша уақытта біз бензинді құйып кете аламыз. Ең бастысы скорайны очередьсіз жіберген дұрыс болатын сияқты. Ол заправляться етуге. Машина достар осылай, біз пробканың ортасында тұрмыз. Все, достар, біз бензинді құйдық, 5000 ғана наличка. Енді банкомат іздеу керек, ақша шешіп, тағы да құятын. И жалпы достар нелерге, продуктыларға кішкенен жүруге болады. Сағат 4:30-дан енді кетті. Біз достар тез құйып отырмыз. Мынақты қараңдар достар, не болған? Мусор шашып бүлдірген заттарды. Негізі достар, Төле би деген көше Алматыда ең қатты зақымдалған көше. Көп жерде достар мусор көп, өткені қала кәдімгідей 2 күнге тоқтап қалды бүткіл заттары, даже 3 күнге. Қазір енді Құдай сақтасын, одан ары кетпесе екен деп отырмыз. Өткені бәрі жақсарып, жаймен интернет берсе, өміріміз ары қаратай нормально жалғасатындай. Так, мынақты қандай пробка? Міне достар, біз Төле би көшесі жеттік. Қазір осы жерден бізге оңға бұрылу керек. Төле биде барлық магазин, банкомат бәрін ұрған, қопарған, бітшін шығарған.
was wrong to say. I wouldn't change a thing, 'cause in the story of our lives, the best of times through color glass. Time rolls on enough to let me move on past, but every little now and then it creeps on back to shade my smile. Мынау достар бізде өтеген Батыр көшесі. Біз әлі нені іздеп жүрміз. Банкоматтар всякие. Ана жақта бізде заправка жаңағы. Ана жерде достар қаныш, мен не байқап қалдым. Елка. 2022 жыл жостқа басылып жатыр бізде. Аль-Фарабидағы Синойл деген заправка. 100 ойбай нақты не поворотымен жарты километрлік пробка. Ана айнада көріне ма білмеймін. Аль-Фараби қазір осындай ештеңе жанбайды. Қараңғы бәрі. Достар, біз қазір Мега деген жерге келдік. Уже қанша сағат? 6 болып жатыр, қараңғы да бар. Меганы білмей тонаған сияқты тоже. Оператор көрсетсе қазір мына жақта. Мега барлығы досы жабық қалғандар, ешқандай не жоқ. Қазір біз өтеміз. Жауып кірмейді не өтсам ғой, машина. Жоқ, көрдің ба, ана жеріне жауып тастаған ғой ағашпен кіретін жерлер. Серьезно? Кіре алмайды не өтсам ғой? Кіріп уже құртып біткен сияқты ғой, иә. Содан кейін бара. Мынау екінші Мега, үстіндегісі. Көрінбейді. Сағат 6 болды достар. Наконец-то біз үйге жеттік. Магазин, анау Әзер дегенде таптық. Бір магазиннің ішіндегі терминалдан ақша шеше алдық және сок анау алдық. Енді үйге кіреміз. Наконец-то. Бензин енді аз болып қалды, натуре. Ертең бұйырса достар тағы да барып құятын сияқты. Жалпы өздерінде достар қалай жағдай комментарияға жазып отырыңдар. Бұл видеоны білмеймін даже қанша адам көреді, өйткені білмеймін, интернетті берсе бәріне берер ма. Просто Алматыда достар уже 3 күн интернет жоқ. Мен сөйлескен достарымның біреусінде интернет берген. Астанаға достар интернет, по-моему, уже беріп тастады, білмеймін, точно полностью берді ма. Ал біз пока что отырмыз. Менде негізі достар YouTube-қа түсіріп қойған видеом болған. Ол қайтеспесем бірі немесе 2 күн түсіргенбіз. Жасыр ізде достар. Бәріне ұнайтын режим, рубрика GTA 5-те. Давайте Forzaдан шығып кетейін. Forzaдан достар шықсам да, мынақта мені Forzaдағы мәшем күтіп алады. Мынау достар менің монтаж жасайтын программам Vegas Pro, көп адам сұрайды. Мынау тұрған достар затын бәрі видео. Видеоны біз осылай 3-4 бөліктен түсіреміз. Мынау достар жасыр ізде, әлі монтажламай тұр. Потому что достар монтаждап не қылам. Мен негізі достар алдында 6-ма 5 күні видеоны салайын деген, бірақ сосын барып көрдім не отқан мемлекетте. Сосын барып достар интернет өшіп тастайды-ау деп түк істемеген едім. Реально достар интернет өшіп тастады, бірақ интернетті уже 3 күн өшіп тастады. Масқара. Сағат 12:21, 9 январь, 4 күн болды интернеттің жоқтығына. Wi-Fi жоқ, компьютер ойнайын десем келіп, мананы қарасаңдар, креслоға жазылған ғой. Ақбарыс. Достар көбісі сұрап еді, Ақбарыс қаяқтағы не істеп жүр деп. Міне достар, Ақбарысында менің креслом жақсы болды. Достар, екінші кресло болып жатсам, осы кресло мынаның үйі болды біреуін жатыр. Қоймақ қой. Ақбарыс тигр ғой. Негіз барлық бәлем білдіріп жүрген осы достар. Мысық болып бәле. Айтам, интернет жоқ, телевизорды деп ұшып отырсақ, көретін телевизор да жоқ енді. Мінеке достар, мен үйге жеттім. Шүкір бәрі жақсы. Енді осылай менің влогымда бітейін деп жатқан сияқты, өйткені білмеймін, бір күнде почти көп затты сендерге көрсетіп шықтым. Көріп алсыңдар, интернетсіз өмір онша емес. Өздерінде көрдіңдер. Мынау видео шыққанда енді стабильный интернет болады деп ойлаймын.
не дейміз достар, енді бұйырса бәрі жақсы болсын, еліміз тыныш, жұртымыз аман, ең бастысы лайктарын бас арнама тіркелуге ұмытпаңдар, ема даже видео көп түсірмеуге ұмыта басын. Қазір мен осы камерамдағы және өзімнің телефонымдағы заттардың бәрін компьютерге шығарамын, сөйтіп монтаждаймын достар. Пока интернет болмайынша мен қалай монтаж жасайын деп отырмын, просто кейбір заттарды мен аламаймын. Точнее, мысалы өзіме қалаған монтажға қосатын заттарды алайын десем, интернет жоқ. Сондықтан солай, интернет өмір, ол телевизорды қарау, телевизорда бізде 4-ақ канал, новости, анау. Бұндай өмір негізі менде соңғы рет кішкентай кезде болған шығар, мектепке баратын кезде. Ол кезде достар интернет дамымаған еді, 10 жыл өтті ол кезден бері. Ол кезде телефонда ұстау деген жоқ. Қазір достар барлық технология, интернет, анау соцсетке үйреніп алсын. YouTube, Instagram, киноға өмір ондай қызық емес. Хотя бы достар светін болғанына шүкір. Біз компьютер ойналамыз, телевизор қарай аламыз. Үйде ол болмаса, мен білмеймін достар, вообще жаман болады еді. Үйде не істерін білмейсіңдер әлі. Мынандай качок болып кететін шығарсыз, качаться керек. Сөйтіп солай, қараңдар достар, кішкене болсын достар, үйді зато бөлмемді бәрін тазалап шықтым, бәрін сүртіп, сүртіп, шаң болып кеткен достарынан бәрі. Сонымен достар, осылай видео ұнаса лайктарын басып, келесі бұйырса видеода көріскенше амандық тілеймін бәріне, сау болыңдар. Давайте.